Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар, угармандар. Бизге студиябызга Жогорку Кеңештин депутаты, Айтыш коомунун негиздөөчүсү Садыкшер келип отурат. Кош келдиңиз, Садыкшер мырза. Ошондой эле бизге телефон аркылуу Казакстандын белгилүү төкмөсү Бөрүбай Уразымбет катышып жатат. Ошондой эле Казактын дагы бир төкмө акыны Айбек Калиев катышып жатат. Саламатсыздарбы? Анда баштай берели, Садык мырза. Кечээ ушул эң таанымал төкмө акын Элмирбек Иманалиевди жоготуп алдык. Азыр бүгүнкү күндө кыргыз коомчулугу абдан аза күтүп атат. Менимче ыйлабаган, кейибеген, өкүнбөгөн киши өтө аз. Эмне болду? Бул кандайча мындай болуп кетти? Жаш 42 жаш деген күлгүн жашта, ушул уракта. Чыныгы талант, чыныгы чыгармачылык инсан булар жүрөгү менен кабыл алат экен ар бир нерсени. Обону болсо ошого жүрөгү менен берилет экен. Аткарган ролу болсо Элмирбектин актерлук таланты да бар болчу. Билесиздер, Токтогул спектаклинде Токтогулдун образын катырып аткарып берген. Ыр жазчу. Аткарса ошол ролуна берилет экен. Ырдап акын бот катары чыкса, чыныгы жүрөгүнөн чыккан сөздөрдү айтат экен элине. Бардык нерсени чын көрөт, бардык нерсени чын кабыл алат, бардык жерде чындык менен мамиле кылган адам. Бул шам сыяктуу болсо керек го. Жүрөгү чыдай алган жок. Башкаларга жарык кылып, бирок эмне иш менен алек болуп атты эле, кабарыңыз барбы? Албетте, Айтыш коомдук фондунда 20 жылдан бери түптөлгөн мектеп бар, 10 күндүк сайын өтөт. Ошол жерде бул 10 күндүк устаттык ишин аткарчу. Андан башка билесиздер, төкмө келсе төр бошот деген берүү бар болчу. Ошол өзүлөрүнүн окуучулары менен, шакирттери менен чыгып. Акыркы кезде көбүн эсе ушундай. Анан албетте баягы обон менен жашап, дагы бир жакшы обон чыгарсам деп кыңылдап, үмүттөнүп жүргөн болчу да. Жеке жашоосу, көйгөйү жөнүндө мындай бир кабарыңыз бар беле? Жеке жашоо тиричилиги жөнүндө? Кабар бар. Бул мен айтып коям кээде. Элмирбек баарын эрте көрдү деп. Эрте көрдү дегеним бул чыныгы сүйүүнү да эрте көрдү Элмирбек. Элмирбектин жана карап деген 16 жашында чыкканыр. 16 жашында карасаңыз, карап кайрадан сени самап деген. Бул Элмирбек атак даңкты эрте келди. Элмирбек элдин сүймөнчүгүнө эрте айланды. Элмирбек эрте кыргыздын мактанычы да, сыймыгы дагы болуп чыга келди жарк этип. Үн десе үн, өң десе өң жарашып. Элмирбек чыкканда сахна толуп, Элмирбек ырдаганда эгир калып, ырдын ыргагы менен айтса ошол акындык сөзүнүн ыргагы менен ар бир сөзүн жутуп ичидей болгон биз Айтышта жаныбызда отурган элден байкачык да ошол нерсеничи. Негизи эми бул Элмирбек эл акыны болуп, азыр эми Эшмамбет, Токтогул, эстебес Тууганбайга теңип азыр салыштырып атышпайбы? Ошондой бир шедевр, корифейлердин бири болуп калат деп. Негизи талантынын күчү эмнеде эле бул Элмирбектин? Билиминде го дейм. Элмирбектин таланты, Элмирбектин алам таануусу, Элмирбектин ар бир теманы билүүсү, ошого ой жүгүртүүсү Элмирбектики башкача болчу. Чыныгы генийлик бул сиз толтура айта албаган нерсени эки сапка батыруу да. Мына мен эскерип калам, мына ошол анан акындын вазипасы, бул акындын вазипасы эл күткөн, калк күткөн нерсени чындыкты айтуу. Мына биринчи президенттин тушунда 14 жыл отуруп калып, элде жанагындай күчөп, бирок бийликте жүргөн кошоматчылары ой сиз айга күнгө теңеп ал президентибизди. Учурда ошондо Айтыш болду. Ошондо Элмирбек айтты да, жаттан карыз көп алды, жаңгештелер жеп алды.
Бөлөктөн карыс көп алды, бөрөлөр талап жеп алды dedi. Дегенде эл туруп кетти ордунан, залда отурган 1,5 миң оюндагысын Көрдүңүзбү? Бул ар бир замандын өзүнүн токтогулугу бар. Ар бир замандын өзүнүн ашыралы эстебес Туганбайы бар. Бүгүнкү замандын ал Элмирбеги болуп берди. Эми бир дагы бир Элмирбектин касиети, Элмирбек кыргыздын эле Элмирбеги эмес, бул казактын да Элмирбеги болду. Ооба. Бул жагынан Элмирбек керек болсо ушул президент Назарбаевка чейин мындай назары түшкөн акындардын бири болуп калды го дейм. Ушул Бөр ага сиз угуп атасыз да мени? Угуп атам. Элмирбектин ушул казак элине, казак маданий чөйрөсүнө бир кадыр күтүшүнүн башкы себеби эмнеде болду? Кандай деп ойлойсуз сиз? Енді ассалаумағалейкум. Бірінші қырғыз халқына, бір туғандарыма түгел қайғырып көңіл айтам. Ал Садығыным саған да көңіл айтып жатырмын. Бүкіл ақындарыма қайғылы күн болып тұр, енді азалы күн дейді. Енді Элмирбек туралы айтатын нәрселер көп. Мен өз басым 20-30 жылдан бері сол Қырғызстанға барып жүрсем, әр айтысына шақырып тұрады. Мен ана талай жерде жаздым да, айттым да, осы Садық Шерниязовтың сіз ел ақыны боласыз түбінде келіп кетіп жүріңіз дегеннен кейін. Сонда әшкеңдер, ресекеңдермен бірге дастархандасып отырып, ал енді бүгінгі айтатын әңгімеміз өте ауыр соғып тұр мен ішінде. Элмирбек бұл сондай жігіт еді, азамат еді. Мына ақын дегеннің өзі аязда өртеніп ыстықта қайралған ел ғой бұл өзі. Сондай ер еді, сондай ақын еді. Бұның тауып айтатын сөздері бұлай қойған кезде бұның әндерінің өзі неге тұрады. Бұл жалпылама 8 қырлы бір сырлы дейді қазақта. Сол 8 қырлы бір сырлының нағыз өзі еді. Атпал азамат еді. Мынау Астанадағы айтыстарында бүкіл халықты орнынан тұрғызып, Айнұрмен, Меніштермен айтысқан кездерінде өзіміз күбә болғанбыз. Ал мен ақын сахналас, дос болғаннан кейін сахналас, ақын болғаннан кейін мен өзімде бір 4-5 рет онымен сахнада сайыстым. Бұның бір ерекшелігі қарсыласын жықпайтын, қарсыласына демеу беріп, қарсыласының ойынан қарып, не айтқысы келді, қай темада кетіп баратыр, қай бағыттамыз, соның бәрін аңғарғыш еді бұл, аңғарып отыратын. Сөйтіп, сізді қамшылап отыратын. Маған сонысы жағатын еді. Соның арасында бір азырақ бір юмор тастап, елді күлдіріп қойып, жай ғана. Бұның тапқырлығы бұл. Мен шынын айтайын, түні естіген кезде түнімен жылап шықтым. Мынандай ойлар келді. Соны оқып беріп жіберсем деп отырмын мен. Жыламсырап тұр бүгін жыршыл бағым, жап-жас болып көз жұмды сыршыл дарын, түні бойы сен ойлап өкінгеннен сезбеппін-ау ернімнің қыршылғанын. Бірге өткен талай жыл достығымыз, айтыстармен ақталған қош күніміз, әндеріңді орындап отырушың отырғанда оңаша бос күніміз. Адамдығың жомарттан құралатын, елге сіңді ұстаздық ұлақ атың, сені жоқтап көк аспанда жылап шықты аңырап қалған кезде жүрағатың. Шаңырақты құбылаға қаратқан күн, боздап қалды-ау артыңда қарақтарың. Азалы күн мына менің жүрегімнен, ай мен күннің көзінен қанаққан күн. Көз жасыма маңдайдан тер қосылған, айрылып та қалдым-ау ер досымнан. Бүкіл қазақ ақыны қайғырып тұр, оған қоса қазақтай ел өсіған. Жұбайыңның көзінде тамшы қалды, ұл-қызыңмен жағылар тамшырағы. Жатқан жерің жәннәтті болсын досым, ұлың сенің қомызбен қамшын алды. Элмирбек,
кетіп елімдей боп, біз барғанда құшықшен күлімдей кеп, енді бүгін кеше ғана қырғыздың жұлдызы едің, енді бүгін жарқылда күнімдей боп. Менен бұрын орнап көктерінен, жүргендейсің қасымда кеткеніңмен, бір туғандар қырғызға көңіл айтып, қалам емес, жыр жаздым кеткеніммен. Рахмет. Сізге ішкі сырларымның бәрі осының ішіне түйді деп ойлаймын. Бұл Элмирбек. Жақсы адамды қимаймыз. Өмірдің өзінен гөрі өмірдің сүрілуі қызық деген. Бағыңызға чоң рахмат. Бізге Айбек дағы ошыл Элмирбек менен чогуу айтыштарда, кыргыз-казак айтыштарында катышып жүргөн казактын бир чыган акындардын бири, төкмө акындардын бири. Казак калкына кантип Элмирбек сүймөнчүгүнө ээ болду. Эмнеси менен жакты, албетте таланттуу акын экени белгилүү, бирок ошол Элмирбек казак калкын кайсы касиети менен өзүнө тартып алды? Жалпы өнер дегенде өлеңде талантта шекара болмайды. Егер Элмирбек қытайша айтатын болса 2 миллиард Қытайды да бағындырып алатын еді. Егер ағылшынша айтатын болса бүкіл әлемнің